Біздің қазіргі қазақтың даласында жастар көп намаз оқып, дінге көп бұрды, көп бет бұрды. Бұл үлкен жеңіс, бауырлар. Үлкен жеңіс. Алла сізге, осы отырған көп жастарға, көп үлкен нығмет берді. Пайғамбарымыз, мысалы, жәннати адамдарды тізіп жатқан кезінде, жастық шағын жігіттігін исламда жүргізген жігіт деп жәннати адамды суреттеп кетеді. Яғни сіздің жігіттік қайратыңыз, күш құдіретіңіз барлығы исламның аясында, исламның саясында өткізсеңіз, бұл үлкен ғанибет болады. Ақыретіңізге үлкен арқалап кететін олжаңыз болады. Қариялар өкініп отырады. Жастық шағымда неге істемедім мен? Біздің кезде мұндай болмады деп отырады. Ал ертең сіз де қария боласыз, сол кезде не дейсіз? Мешіттерде сабақ тұрды. Мен еш нәрсе оқымай осылай топас болып жүре бердім ба?